корпорациямыздың керемет жаңағы информациялармен, ақпараттармен бөлісеміз және аяқ жағында ойындар ойналып, бізде арнайы сыйлықтарымыз бар. Сол үшін аяғына ал осындай керемет бүгінгі спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің керемет сонау Темірлан елді мекенінен күнде қалмай келіп отыратын және мықты командасы артынан мықты командасы бар көшбасшы, мотиватор, сабақтан қалай өзіміз Шымкентте тұрған партиялар келмей жатса Темірлан ар жағында ауылдан келіп отырған біздің Жазия ханым бүгінгі керемет сабақты өткізеді. Және біздің мықты мотиваторымыз, жаңа өз айтып кеткен Винпласт партнер, болашақ амбассадор Амина ханым бүгін сіздерге көңіл-күймен Бүгін продукция жайында кішігірім ақпарат беретін боламын. Қалса Амина ханым ой ұйымдастырып, енді активінде жақсы танысқан ханымдарға, мырзаларға сыйлығымыз бар. Сегодня не алама. Біздің продукцияны айтып кетейін сразу. Регуляция деп айтады. Elixir Phoenix. Бізде Қытай медициналымен үлкен биіктікте, таудың биіктігінде жартылай жануар, жартылай өсімдік. Біздің өнімдердің көбісі барлығы сондай. 100% кардицепс бар құрамында. Қыста 40 градус аязда құрт болып жатады, ненің астында. 40 градус ыстықта құрттың тура мына жерінен өсімдік болып өседі. Сондай керемет Elixir Phoenix. Бұл Elixir Phoenix біздегі бүткіл организмдерді, мысалға аптеканың дәрісін ішеміз, мысалы бауырымыз ауыртады, асқазанымыз ауыртады, ішіп жатамыз, бірақ басқа жерді құртылады, иә. Бұл емдеп жатыр, басқа жерді де емдейді. Сондай керемет Elixir Phoenix. Бұны 6 айлықтан бастап 70 жасқа дейін рұқсат етілген керемет өнім. Оның ішінде трубочкасы болады өзінің, сұйық, біздегі өнімдердің көбісі сұйық и ұнтақ. Тез әсер етеді, тез эффекті береді. Келесі өніміз ленжи. Саңырау құлақтардан жасалған. Бұл мидың дамуына, көп әйелдер шаршап жүреді, нервный болып жүреді, зығыр, аутизм көп болса балдар ауыратын қаншама эпилепсиямен, содан жаңағыдегі инсульт алғандар соларды ішетін болса, мына өте керемет клетка арқылы емдейді. Мидың дамуына күшті көмек береді. Онша адамдарға жақсы Elixir Phoenix. Осы екеуі бірге жүреді. Обязательно бұны аш қарынға ішіледі. Азанда тінің астына солып отырып, жарты сағат көлемінде ішсе жақсы. Бүйректі жақсы тазалайды. Бүйректе мысалы мен өзімде результат айтайын. Өзімнің оң бүйрегім солып қалғанда, неге түскен кезде осы өнімнен жақсы болдым. Осы өнімді әлі ішемін. Қазір беремін болсам да, осын әлі ішемін. Неге мені бүйрек қиында давлениені көтеріп береді бүйректен, осы екеуін үзбей ішемін. Аш қарынға ішіп аламын. Одан кейін шай ішіп тамақ ішпей, екеуін ішіп аламын. Кешке шейін менде энергия, қалай айтсам болады, нем тазып жүреді, шаршамаймын, жұмысқа да келіп жатамын. Темірланға ар жағында бір ауылда тұрамын да, сояқтан Темірланға келемін, Темірланға осы жаққа келемін. Пересадка оңай емес болды саған. Азанда жұмысым бар, үйде малым бар, жайғап келемін, бірақ осыны ішіп аламын. Күшті бодри, шаршамай жүресіз, сондай керемет өнім. Одан кейінгі біздегі тазалайтын өніміміз паста болса, шай бірінші, оны давлениясы жоғары адамдарға салқындатып беру керек, давлениясы төмен адамдарға ыстықтай беру керек. Өз қалпына келтіріп отырады, өте керемет нюве деген шайымыз. Бұда да кардицепс бар құрамында, өте керемет. Бұның ішіндегі шаңғысын алып, балдарға кашаға араластырып берсе құртып түседі. Тоқ ішекті тазалайды, аш ішекті тазалайды. Көп адамдарда ішек проблема. Мысалға, тамақ жейді, үлкендер 2 күнде бір шығады, біреулерді қиын ол қазір. Көп адамдарда кешешілік проблема. Өте керемет проблема. Мен өзім үзбей ішемін. Қазірге де ішемін, өйтіп бача ішемін деп өзім не отырып, құда қаласа бала шағамен қосып ішемін, күйеуіме де ішкіземін. Өте керемет шай. И бұны мас қылып бетке істесе де күшті.
мысалы көзге де тамып қойса көзіңізге де жақсы болады да. И гүлге де ұнтағын бет сеуіп қойсаңыз гүліңіз нәрленеді да. Өте керемет бізде үйге шайымыз. Одан кейін мына екеуін ішіп алдық. Көбісі қазір бауыр ауырады көбісінің қазір. Кешкісін тамақтан кейін біздің бауыр жұмыс жасайды. Кешкісін тамақтан кейін сағат сол 6-7-лерде тамақ ішіп аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін осыны бір флаконын жайлап жарты сағатта ішесіз. Түнгі 12-ге дейін сіздің бауырыңызды тазалайды. Адамның бауырының жартысы істен шыққан қатып қалған нелерді жіберіп өте керемет көмек береді. Сансенбек өзімше. Одан кейін беременна әйелдер болады, психозы жаманадай болады, сондайларға да өте керемет көмек береді. Одан кейін біздегі паста роза. Бұл роза Қытай медицинада розаның сығын жапырағының сығынысынан жасалған. Біздегі қолшек, ашек, тойға барамыз, жиынға барамыз, қабырға жейміз. Ол кезде топ болып тұрады ғой, нәрсе қуға ашеді біреулер мезен ішіп жатады мысалға. Осыны осындай бокал суға бір стакан неге қасыққа сығып ішіңізді сразу кепітіп сразу басады. Кішкентай балалардың ішіп алып жатса да кеуіп алып жатады, оларға да өте керемет көмек береді. Мен өзім жақсы көремін. И андай ғой, кишечный таза болса адамның беті де әдемі болып жүреді. Бодрый, таза вообще өте керемет. Косметолог жаңағы несіне де жақсы көмек береді, беттің әсеріне де. Одан кейін өніміз біздегі драгоценность дейді. Бұл онкология 4-ші степеньдегі болады ғой. Осы екеуін бір ай ішетін болса, уже қалпына жайлап бір айдан келгеннен кейін бізде биомассаж бар ғой, сонымен істесе керемет результат болып жатыр. Осы өнім. Одан кейінгі өніміміз, мен тез сөйлеп жатқан жоқпын ба, что-то? Сичифу деген өнім. Бұл өнім қаны қою, қанында инфекция бар, тромб бар, жүрегіне стен қоямын деген. Бұл көп қой қазір. Соларға өте көп береді. Жақсы қанды сұйылтады. Әсіресе инсульт алғандарға қаны қою, наша бүйтіп жүреді ғой, әлсіздер соларға өте азыр екеу, кешке екеу ішетін болса, өте керемет көмек береді. Бұның құрамында жүзімнің шопағынан, біз көбінесе жүзімнің шопағын жемейміз, түре саламыз ғой, именно шопағынан ұнтатып шығарған. Бұл өте керемет өнім, сичифу деп аталады. Әрбір тіркелген партнерға 4 несі келеді, бесеу келеді, біреуіміз 40 000 теңге тұрады. Одан кейін біздегі өніміміз кофе. Көп адамдар жаңағы жолдастар ішіп жатады, біреулер дизиге құмар, біреулер горилла ішеді. Тәуелділікті жақсы тияды. Одан кейін сахар бар адамдар кофені ішамайды ғой негізі. Бұл өте сахарды да емдейді. Давлениені нормаға түсіріп тұрады. Мысалы мен өзім жездермен псориаз жазамын осы. Бір жерде емдеп жатады, бір жерде, барлық жерде емдейді да бұл нелер өнімдерші. Бауырға да жақсы. Сіз мысалға тәуелдігімді тиямын деп ішіп жүресіз, бауырыңызда емдейді да, өте керемет кофе. И аздырады, азамай жүретіндер болады. Енді керемет өзімді іштім ғой кезінде, қазір шықсам жоқпын, бірақ өте керемет өнім. Одан кейін кальций, сұйық бұлдар. Көп жерде кальций негізі таблетка күйінде ғой негізі. Ол барып бүйрекке или өтке құрым тас жинайды да. Ал бұл клеткаға тез барады, тез сіңеді. Бұл сұйық кальцийіміз. Өзім ішіп жатырмын жақсы эффектісі. Сүйек буын ауруларын жақсы емдейді. Одан кейін бізде тампон. Ең керемет тампон бұл. Әйелдерге арналған, еркектерге де қоюға болады, простатитке. Геморройға да керемет қолдануға болады. Өйткені толық қыздар болады ғой, мысалы гормондары дұрыс жасамайды, солар кімдікке қойса да болады. Өте керемет. Бұны демдеп те ішеді. Демдеп те ішуге болады. Өте керемет тампон. Прокладка де бар, бізде золипасса да бар. В общем, бүткіл неде кіріп, шыққанша емдеп шығады. Мысалы біз ішімізді емдеп жатырмыз, аппарат сыртымызда емдейді да. Мысалы үйде посудамда қазанды сыртын жумай, тек ішін ғана жуа береміз ғой. Мысалы сыртын келе-келе жуамыз ғой. Бұл коко корпорацияда бір мықты жақсы жері денсаулық сіздің бүткіл тоқшек, ашек, бүткіліне зоб болсын, мысалы аурулар бәрін біздің өнімдер емдейді. Сыртынан массажбен де кожа 14 сантиметрге ішке еніп, ол да жақсы да бізде еміз. Продукциямыз да жақсы 100% жұмыс жасайды, аппаратымыз да 100% жұмыс жасайды. Сондай.
қобалжып тұрмын негізі мен алдын ана жақтан бізде ескі не бар еді да андай офис бар еді да сол жақта сабақ айта бердім положение болған кейін шамадай ұялшақтау болған ба бұның өзінде әрең дайындалып Алла разы болсын. енді біздің Амина ханым не қылса Арбайта сабағына қайтасың. жоқ айтатын болды енді осы болды сіздің ойыңыз Суставный движение плюс сабақта не қылсам алдыңғы 30 плюсті айтты 30 плюспен движение плюс айтылған. Енді айтылмаған заттарды айтады. Сондай әркім әр неге сондай қойып жатыр да мысалы енді біздің керемет ойындарымыз бар. кішігірім ой жасайық тыңдап отыра берген кішкене сергіп кішкене өз-өзінің көңіліңізді көтерейік те Амина ханым кішкене неғылған екен не берсе дейді Бірақ сол бар ғой. Тәбриктейміз. Менің есімім Амина. Сабақтың үстінде кішігірім бойды жазу, жаттығу жасау бар, жерде бар. Сергектік дейді. Сол үшін мен кішкене өзім ойынға дайындалып келдім. Екі команда болып бөлінсек, 5-5-ен. тұрғызуге Екі командаға өздеріңіз бөлініңіздер. Сөйтіп команда аттарын өздеріңіз ақылдасып табыңыздар, қойыңыздар. Бақсы Феникс, аттар қойғанымыздар ат нелеріңіз Феникс. Амина ханым ашайын Я. Жансай сен не қайда? жоқ мен ойнамаймын Алтау. мен тек қана не сұрақ Бесеу, дұрыс па? Болды ма? Тик-токта тұр ма? Мына жерге ма қойып қойса алдына ма? Командалық ойын. Істе тұр. Нан, жоқ, нан, аластай. Сегіз кубка тұрасыздар да. Бағанды стаканды қысып, бір стаканды алып, бір стаканды бүйтіп байлап пирамидаға қойыларыңыз керек. Жансай сен нан түсіріп жүрші? Иә, ол Келіп, мынасын түсіп алып аласыздар да, жібересіздер, сөйтіп мынада пирамида қолмен істемейсіздер, даже істей алмайсыз. Болады. Бұл командовый. Команда құру үшін. Істеп жатқан жұмысымыз команда құру үшін еңбектену керек. Я, сондай мақсатпен. Мысалы, сіз Феникс командасы. Ал екі команданың Қаншадан? бірінші төртеу ойлап, одан кейін үшеу ойлап. Бірісіне төртеу тұр. Қазір енді үшеуін қоямыз, иә? Үшеуден кейін Екеу, өкен біреу. Бірінші төртеуін бір қойып Жоқ, команда құру. шашылып тұрады. Қандай, мысалы, қиындықпен келе ма, оңайлықпен келе ма деген сияқты сондай бір. Өздері сөйлеге жинайды. Уақыт белгілер, Хамид, уақыт белгілер. онда қайсы бірінші болады сол не алады жеңімпаз болады бірдей Хамид музыкаға қойшы. осы эликсир феникс неғып кетеді ғой ұтып кетеді ғой ленжи қайда или ленжи ма
видеоға түсірші, чатқа жібереміз. Чатқа жіберейікші, видеоға. әйгерім сіз сәл былайырақ қойыңызшы. Иә, солай сан. Анау қайтан шығады. Мен болмайды, не болмайды. Жақынсың. шаршамайды. Екеу ме екен? Айттым ғой мен Элексир Феникс озады деп. Қалтайып қапты ана жер. Екеуі бірдей келе жатыр, екеуі бірдей келе жатыр. қойып алайық. Жай тартың. Давай, бірдей тарт. Я бірінде бақсыз. Ой! Қолдарыңызды тарт. Кедергілерден өтесіздер, қорқамыздан. Тартыңыздар. Командалық жұмыстың маңыздылығы, шеберлігіндегі Қатты жібермеңіздер да. Қатты жібермеңіздер. Қатты жібере қоймаңыздар дейді. Жетті қатты жібермеңіздер. Жай қатты беріңіз. Қайдан тартыңыз. Қалтайып қалдыңыздар. Қайдан жіберіп қоймасаңыз. Екеуі бірдей болады. Қайдан жай тартыңыз. Әйгерім. Екі командасы бүгінгі ойында жеңімпаз атанды. Сіздерде енді яғыңыздар бір екінші ойын бар. Одан да сыйлық алу мүмкіндігі бар. Иә. Бұл ойында сыйлықтарыңыз берсеңіздер болады. Біріншіге алу. Береміз ба? Қойшы бермейміз ба? Мінекей. Керек болу еді. Элексир Феникстен де күшті. Ал. Маркер? Артымызда маркер. Иә. Қазір ойын қыстырамыз. Өздеріңіздің бұл да командалық жұмыс тақыласа. Мен сып шатта бошында. Мен шығаш. Ойбай. Бұл да командалық. Онда жіппенсам. Иә, онда жіппенсам. Ратасында бір Жіппен сызамыз ба? жіппен сынасыздар. Ратасында реше бүйтіп тағына жіберді. Сен тарт, мен тартып. Так, наны Так, мияқтан шығу керек қой. жай қараңыздар. Ой, Примерно бұның бір- несі шығып қойдық уақыт. Мына. Мынадан кіру керек екен. Мынадан кіріп. Бетанына кіресің, бетан былай шығасың. Мынамен шығамыз. Мынадан Мынамен келіп, мынамен. Мынамен кіреді екен ғой. Жаттабаңыздар. Мынамен кіреді екен. Мынамен кіріп, мияқпен былайынан бүйтіп, Міне. мынамен бүйтіп шығып кетеді екен. Мынамен бүйтіп. осымен ба? Сызылады, иә?
қалай ойында болып жүрміз, сызып сыйлыққа еге болып жүрміз. Бесінші адам. Нұсқы бесеміз өзің ұстаған. Короче, ойын жолды тауып, басамай тұрыңыздар, жолды тауып, мына жақтан кіріп, мына жақтан шығу. Содан кейін бұл жерде маңыз ескерілетін зат, мынау стенаға тигізбейсіздер. Оны да ескереміз. Егер тиген жағдайда кімдікі көбірек тиеді, ол команда ұтылады. Бірінші правила қандай? Бірінші правила мына жақтан кіріп, жолдан шығу. Екіншісі стенаға тигізбейміз. Бірақ кім енді тиюі мүмкін ғой, полигон тиеді ғой. Бірақ кімдікі аз тиеді, сол жеңімпаз болады. Сол нәрсеге көңіл бөліңіздер. Бірінші жетсең де, бірақ стенаң аз, көп тигізген болса ұтылып қаласың. Сол нәрсені ескеріңіздер. Бәрібір ғой. Екі. Сағдахан қолыңыз көтеріңіз. Сағдахан. Асықпай, қол алсымай, команда, кәне, давайте. Біз баятек тұрайық. Көтермейміз. Сағдахан. Төбеге бит. Сағдахан, қолыңызды көтеріп тұрыңызшы. Тұрмаса көтеріп тұрыңыз. Қолыңызды. Линия болу керек, пробел болмау керек. Ой, мына қайтан басына жерде басына. Мына көтермесеңдер. Аспаңыздар. Ойбай. Үйде жақын ұстамаңызшы. Мына жерден ұстаңыз, бәрін. Осы жерден ұстаңыздар. Қатты тартпаңыздар, бос ұстаңыздар. Біз тап тұра берейік, сен тап. Болды, бос ұстаңыздар. Эльмира ханым, тартыңыз. Сіз көтермеңіздер. Сүрсеңдер былай. Эльмира ханым, тартыңыз. Аналар қол киіп тұр ғой, болмайды ол. Сіз тартыңыз енді. Енді мен тартам жайлап. Сіз сәл босатыңызшы, неғып сонша тартып отырсыз. Мына жақтықта болды. Бос ұстаңыздар, азаматқа. Біз шықтық. Болды ғой. Мынау может дұрыс емес шығар мынаусы. Қатты тартпаңыздар. Сіз Көтеріңіз, солдан көтеріңіз. мынау қол қатысып жатқан жоқ просто. Сіздер әшейін көтеріп тұрыңыздар. Енді бастап Мынау только пробелді сіз ортасын жеткізіп қояқшы, берік. Мына пробелді ғана. Болды енді сіздер. Тигізбейік та. Болды. Сіздер жібере салыңыздар, мен өзім алып барамын. Былайынан бүйтіп тигіз қылатын. Қалғанның барлығы қосылып тұр ғой. Тартпасаңыздар әшейін. Әйгер жіберіңізші. Енді былайынан. Болды, біз бітіп қойдық қой. Иә, шық қойдық қой. Без пробел ма? Жіберіңізші. Иә, без пробел, бірақ сәл-сәл. Дұрыс қой. Молодец. Бізге бұлар неған ғой, ұстыпы кетейік деген ғой енді, яд болады деген. Феникс командасы жеңіске жетті. Рахмет. Алла разы болсын. Тұрып кеткен ба? Қиын емес, команда емес дейтін болса. Бұл жерде мақсатымыз Әлнар екеуміздің бұл кішігірім біздің еміз болды. Парк қиын деген ғой. Енді басқысы келе ойын ойнайды. Командамен қалай жұмыс жасау керек, қалай шақыру керек. Сол еңбекке жарайды. Еңбек Бір-бірімен ұрыспай, жай сөйлеп. Мына Феникс командасының ешқандай дыбысы шыққан жоқ. Бірінші ойында Линди командасы өзін күшті көрсетті. Ауыз күшікпен сол жеңіске. Екінші ойында қазір бүйтіп жаңағыдай эмоцияны бергеннен кейін ұтылып қалды. Феникс командасы бірақ екінші ойында өздерін жақсы көрсетті. Екінші командасы активный қатысқан Азамат Мырза болып тұр. Рахмет сізге.
сөйлеп жүре беріңіз, командаңыздың бәрі жақсы, бәрі лидер, бәрі ақылшы, ешқандай артқа қайтпаңыз. Сонымен мына Феникс командасын айтамыз, бұл кісілер біріншіден жаттықты да, барлық сүрінбейтін не жоқ, жарыс болғаннан кейін жеңісте ұтуда бар. Намысқа тырысып, Гүлжан ханымның командасы екінші ойында ұтысқа жетті. Үшіншіден айтарымыз, біздің Жансая ханым екеуміз ақылдаса келе, бөлге келген екі қонағымызға орамал тон болмай жол болады деп қонағымыз. Жолдарыңыз болып жүрсіз. Иә, жолдар орамал тон болмай жол болады деп, бүгін керемет күн бізге екеумізге беріп күнге сабақ. Сіздер қонаққа Сіз партнерсіз ба? Партнерсіз ба? Жоқ, мен осы активный болдым. Бірге аталар, ең берекет На компанию үміттеніп, что кіріп жұмыс жасайды ма? Хороший катайка, түсіндіріп айтып Гүлшахан ханым. Маған компанияның несі позициялары. Байық, денсаулықтың нығайтайық. Алладан рахмет ала берейік. келіңіз сіздер. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Мен айтайын, Эльмира ханым. Бұл жерде бірінші денсаулық деп келеді ғой, біз денсаулық деп келгенбіз. Ары қарай енді түсіп жатырмыз. Жаңағы бұл жерде ақша да бар екен. Жұмыстан қолым соңай киімім, оның үстіне институттағы күйім бар, содан шығамаймын. Бүгін бір арнайыншы деп шыққам екен. Осы нәсіп. Бірақ шығар кезде қайырлы болсыншы осы жолым дедім да, сөйтіп бардым. Қайырсын олың. Жеп көреді, бәрімізше. Осылар Құдай қаласа бәріміз үлкен жетістіктерге жете берейік. Үйімізде жаңағы достарымыз, туыстарымыз, денсаулығы жоқ болса осы жерде түзеліп, алға қадам баса берейік. Негізі бірінші денсаулық қой. Әрине миллионнан асып алып жатыр деп жатыр, бірақ шын ауырып келсе ол миллиондар түк болмай қалады. Мен керемет сұхбат денсаулығы. Рахмет бәріңізге. Бізге құлақ салып, кішігірімден болыпсыздар ғой енді. Үлкен рахмет. Мен өзімнің жаңағы кеше Амина ханым өзі талпынды да, мен сіздің қасыңызға қосылып сабақ айтайыншы, не алайыншы дегенде мен Амина ханымның кішігірім сыйлық дедім. Себебі бұл кісі андай ғой, талап өзі андай болып жүрді, постоянно құштарланып, маған ақыл қосылып жүреді да. Мысалы ойымды маған айтпай өзі ұйымдастырды. Мен тек қана өзімдегі қалай жүрекпен айтып жеткіздім болды да. Андай болып жүрді. Әр сүрені оқиды, қазақша сүре оқыған кезде осы үйіне қойып қояды да. И сол сүрені оқыған кезде осы қызыл ручкамен бояп отырады. Мен жүрген жерімде адамдарға ақылет еске салу, мен мақсатым, мен сондаймын. Екі дүниеде де қайырлы, мен жақсы көремін да, жұмысты ше. Өзім көп ауырған кезімде, көп ауырған мен. Содан кейін мен денсаулыққа қатты көңіл бөлемін. Адамдарға шынымен жаным ашып тұрады. Жазылса екен деп. Мысалы, командама, мысалы, Амина ханымды шақырдым ғой, мен кісілер көп сөйлесем. Бірақ мен Бектұға алдым да, бұл кісі келе жатты. Мен таксиден дедім. Я Раббым дедім, осы кісі келіп, осы аппаратты алып, жұмыс жасап, ақшасын тауып, рахметін алып, нәсіп қылсам дедім, мен қуанам дедім. Если бұл кісі маған қайыр болмаса, дедім, өзіңе тапсырдым деп. Бұлар онда жолда. Алланың қалымен келеді, 2 апта болды күтілгенде. Қызына массаж жасап алды, қызына деп негіз бұл кісі неғылар. Не саламын, бірақ өзіне массажист. Өзі массажист, ручной массажист. Бірақ негізі ручной массаждан көрі, осы биомассажға кеңес беремін. Неге? Ручной массажбен мен жұмыс жасаған үшін. Ол бәрі денен мысалы жатқан адамның ауыр нәрсесін сіз аласыз. Екі қолыңыз бар, кәдімгідей шашып үйі бар ше. Әйелдерді көбінесе мартын төмен түседі, күшпен жасайды ғой. Ал бұл биомассаж бір жарыс жері өзі істейді. Сізге ешқандай ауыртпашылық түсірмейді. Зато өзіңіз денсаулығыңызды реттейсіз. Өзге адам рахметін аласыз.
мен ручной массажбен істегенде холкалар болады ғой арқада оны 1000 мәрте естісең де олар чувствовать етпейді, ол ішке қарай енбейді қол массаж. Сол кезде айтатын сәл жақсы болды деп кететін да. Ал биомассажбен істеймін ба, ана кісіні мен айта алмаймын алғысын. ертесіне келіп подарок үшін үйге әкеліп жатады ғой ше. Сонымен қуанамын, осылай керемет мықты брендли корпорацияда жұмыс жасағаныма қуанамын. Аппарат 10 жыл 20 жыл сізге жұмыс жасайды, айтып жүрген жеріңізде ашық. Денсаулық болса ашылар. Рахмет сіздерге. Мен Жансая ханымның сөзін қарай жалғастырып өтейін. Келген қонақтарымызға орамал көңіліне жол болады деп сіздерге Алла әрдайым жолдарыңызда ашық болып, Құдай қаласа осы КО корпорациясына сіздерді күтеміз. Келіңіздер біздің немізге қосылыңыздар ортамызға, компаниямызға. Енді мына жерде Жансая ханым сәл мені неғып қойды. Енді мен де Құралла ханым емеспін, бірақ бұл кісі сондай бақытты ана, Құдай қаласа күтіп жатырмыз 4-ші сәлемімізді. Ең бірінші жүкті әйелге не керек, аяқпен жуу керек. Мен бұл кісіге әйтеуір нәрсеге алып келдім. Оны бір 4 шумақ өлеңмен айтып жеткізіп бергім келіп отыр. Командасын өрге сүйреп ұдайы, сенен өссін, сенен ғана нәр алдым. Болашаққа жол сепкен, самғай берсін лидерлер табысымен тамсандырып қалайды. Сізді мен телефонға бизнестегі мамам деп сахранить етіп қойдым. Құдай қаласа біздің артымызда бала-шаға ұрпақтар көре берсін. Лидерлер негізі барлықтарыңызда іште жатқан лидерлік бар да, соны бәрі білдіріп мысалы осы жерге біз менде бірдеңнен келіп жетіп сырға айтып кеткен жоқпын, өйстіп айта ашыламыз. Мысалы менде орта ашу оңай емес, қанша адам алдынан сөйлеп ше үйрену керек та сөйтіп мысалы мен шығайыншы, мен айтайыншы, айтып көрейінші десеңіздер болады, өйстіп түрге сабақ қойып айтып жатырмыз. Керемет, рахмет.